Құдай жолында менің сүйікті мекендештерім. Біздің бүгін жүрегімізді қайғыртқан нәрсе. Көптеген аталар, көптеген ержігіттер балдарына тарбия бербей қойды. Үйленеді. Төретіп қойғаннан кейін, ал емне болды, қандай чоңайып атады, қайсы жолда чоңайып атады, емне тарбия алып жатады, қайсы жолда жүріп жатады, кім менен доста жүріп жатады, қайсы жерде түнді өткізеді, емне қылып жатады, іші жоқ. Көптеген аталарға Аллах Тағала өзі игілік берсін. Балдардан мұрда ата-енесін Аллах оңдосын. Өздері балдардың бұзықылық қылуысына, балдардың тура емес жолда жүрүүсүнө негізгі себеп ата-ене болып жатады. Ибн Қайым рахматуллахи алейхи мындай дейді: "Кам мин валидин ашқа валада." Қанчалаған аталар балдарыны бақтысыз қылды дейді. Қанчалаған аталар балдарыны бақтысыз қылды. Ал бақтысыз қылды дегені өздері себеп. Біреудің ақын жеп, арам ауқат менен бақты. Жалғаншылықты үйретті. Атың өчкір арақты үйретті. Жарым жылаңач болғанды үйретті. Біреудің ақын жегенді үйретті. Біреуге жамандық қылғанды үйретті. Иман тарбиясын бере алған жоқ. Қияна лил абна фи тарбиятихим. Балаңа тарбия беруде қиянат қылу деген сөз, ал қоғамға қиянат қылу. Келечек муынға қиянат қылу. Қала берсе, балаңа тарбиясын бербестен, иман тарбиясын бербестен қиянат қылу, Мұхаммад алейхиссаламдың үмметіне қиянат қылу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейді, пайғамбарға бір салават: "Ма мин валин яли раиятан минал муслимин фаямут ва хуа гашин лахум илля харрамаллаху алейхил жанна." Қайсы бір жетекші қоласында біреуге жетекшілік қылып, жетекшілік қылған жерде қиянат қылса, иман ислам тарбиясын бербесе, Құдайдан қорқуын үйретпесе, ал адамға Аллах бейішті арам қылды дейді. Оға, урматты мұсылман бір туған, тарбия беру өте ауыр қиын нәрсе. Көп уақыт керек, сабырдуулық керек, мейірімдүүлік, боорукердүүлік керек. Бірақ сұрау, урматты мұсылман бір туған, kimi біз балдарыбызды иман менен тарбия қылдық? Балдарыбызды Құран менен тарбия қылдық? Кимибиз пайғамбардың сүйүүсү менен тарбия қылдық? Пайғамбардың сүннөтү менен тарбия қылдық? Жооп бербей эле кой. Сурооду өзүңө берип, өзүң ойлонуп көрчү. Кичинекей балабызды пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я гулам, о нарсе, саммилла, бисмилла" деп же, "Кул бияминик", оң колуң менен же, "Ва кул мимма ялик", өз алдыңнан же. Сүннөт үйреттікпі? Пайғамбардың сүннөтү жатқанда бисмик Аллахума амуту ва ахя, Аллахым сенің атың менен өлем, сенің атың менен тирилем деген сүннөттү үйреттікпі? Дааратканаға киргенде Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабайс, Аллахым жиндин ыргачысынан, жиндин эркектеринен мени сактагын деп дааратканаға сол бут менен кирүүнү үйреттикпи? Даараткананан чыккан кезде Гуфранак, Аллахым мени кечире көргүн, ушул жерде сени зикир кыла албай калдым, сени эскере албай калдым деп даараткананан чыкканда Алладан кечирим сураганды үйреттикпи? Же daara сындырып бүткөн кезде Алхамдулиллахиллази азхаба аннил аза, мага ыза берген заңдарды, мага ыза бере турган саараларды чыгарып жиберген Аллага шүгүр болсун деген дуаны үйреттикпи? Балдарга үйрөтүш аякта турсун, өзүбүз да билбейбиз. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейді, пайғамбарға бір салават: "Ма нахала валидун валада хайран мин адабин хасан юаддибуху бих." Атанын балаға берген ең жақсы белегі iPhone 7. Атанын баласына бере тұрған ең жақсы белек жақсы адеп ақлақ. Жақсы адеп ақлақтан артығырақ ата балаға еш нәрсе бере албайды. Бірақ фақиду шей ла юъти. Өзіңде жоқ нәрсені біреуге бере албайсың. Өзіңде Құдайдан қорқу бар ба? Пайғамбардың жолын дегеле білесің бе? Урматтуу мусулман бир туган, эгер ар бирибиз, ар бир үй бүлө балдарына адеп ахлакты үйрөтсө, чынчылдыкты, аманатчылдыкты, кыянат кылбагандыкты үйрөтсө, ал биз өзүбүздүн коомго Кыргызстан деген мекенге бир жакшынакай, жарактуу бир кирпич пайда кылган сыяктуу. Салымыбызды коштук.
Урматтуу мусулман бир тууган, балаң салих болса, жакшы болса, балаң адептүү, ахлактуу болса, илимдүү, билимдүү болса, сен өзүң каалагандай болса, bundan артык бактылуулук жок. Бул бактылуулукту даамдап көргөн адамдан башка сезе албайт. Балаң сен каалагандай адеп, ахлактуу, имандуу болса, сенден артык бактылуу адам жок. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадисти угуудан мурда пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар мындай дейт: "Аввалу мен ямсику би халакил жанна ана." Бейиштин эшигинин ача турган несин туткасын биринчи мен кармаймын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейиштин эшигинин чоңдугу Сирия менен Саудиян арасынча экен. Пайгамбар эшиктин туткасын мен кармап ачайын десем, "Фаиза имраатун тунази'уни." Bir ayal келип менен талашат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эшиктин туткасынан ачам деген кезде bir ayal келип менен талашат. Жок, мен биринчи ачам деп дейт. Tunazi'ni turid ana adkhulul jannata qablak. Men beyişke senden murda kirem deydi. Qultu men hazi ya Cebrail. Ey Cebrail, alayal kim deb Cebrail'den soradım. Kale hiya imratun mata zawjuha ve taraka laha evladan fa abat az-zivaj min ajlihim. Bul köyüsü kaza olup cesir kalıp jetimderdi turmuşka çıkpastan uşularga men tarbiya berem dep imam menen adep ahlak menen tarbiya kılgan ayal deydi. Yok, baldarım turganda men köyge çıkıp tursun, men uşularda bir iman, adep, ahlak menen tarbiya kılan degen cesir ayal deydi. Urmаттуу musulman bir tuğan, kaçan eni balaga uşunday köngül bursa, tarbiya berse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen beyişke birinçilerden kirүүдөн eken. Baldarımız bizim kelечегибиz. Eğer bularga köngül bursak, biz kelечекке köngül burduk. Kelечекте bizim mekendin jelegin jelbiretүүчү bizim baldarыбыз. Урматтуу мусулман bir tuğan, үй бүлөң менен болгон мамилең кандай? Балдарыңды кайсы жолда тарбия кыласың? Baldarыңдын үлгүсү ким? Кумирлери ким? Балдарың кайсы жолду тутат? Алардын адеп ахлакыны кайсы негизде оңдодуң? Кайсы жолго салдың? Кимдин жолун жолдоттуң? Урматтуу мусулман bir tuğan, элестет. Бирөөңдүн багың болсо, алма бак болсун, кандай багың болсо, багбан өзүнүн bağına köngül bursa, uağında jerini iştese, uağında suğarsa, uağında çöğün otosa, albaktan kanday mömölөр alat, kanday güldür payda olut, kanday koz bulut, ötken adamlar atana rahmat deydi. Eğer bağban özünün bakçasına köngül burbasa, uağında jerin aydabasa, uağında suğun koyup olsa, uağında bıtavasa, al жерден mömö alabilir mi? Бұл жөнөкөй bir бак. Бирок урматтуу мусулман bir туган, senin негизги тарбия кылган багың балдарыңда ушундай. Өз убагында иман тарбиясын бербесең, адеп ахлакты үйрөтпөсөң, Аллах Тааладан коркууну үйрөтпөсөң, пайгамбарын таанытпасаң, динин үйрөтпөсөң, рахмат аласыңбы? Көптөгөн адамдар карап атаңа рахмат дейт. Бирок тилекке каршы ошол эле кезде сени тарбия кылган падарыңа наалат дейт. Падар деген ата деген сөз фарс тилинде. Атаңа наалат болсун дейт. Наалат деген сөз Алланын рахматынан алыс, дозокко жакын деген сөз.